Саламатсыздар, құрметті әріптестер, мұғалімдер, өрлеу, біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамы филиалы Қызылорда облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының мұғалімнің кәсіби дамуын педагогикалық психологиялық қамтамасыз ету кафедрасының аға оқытушысы Қозбақова Айгүл Қайырбекқызы. Сіздерге бүгінгі бірінші дәрісім орта білім беру мекемелерінде инклюзивті білім беру мәселелері тақырыбында сөз қозғалады, лекция оқылады. Жалпы инклюзив деген сөзге тоқталып кететін болсақ, француз тілінен аударғанда инклюзив өзіне қосушы, ал латын тілінен аударғанда инклюд қосамын, енгіземін, немесе білім беруге қосу деген мағынаны білдіреді. Инклюзивті білім беру жалпы білім беретін мектептерде мүмкіндігі шектеулі балаларды дені сау, қалыпты балалармен бірге ерекше білім беру қажеттіліктерін қанағаттандыратын арнайы ұйымдастырылған жағдайда оқыту болып табылады екен. Енді бізде инклюзивті білім берудің негізгі ұстанымдарына тоқталайық. Бірінші, білім берудің жүйелік, үзіліссіздік ұстанымы, ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды ерте айқындалуын қамтамасыз етеді. Ерте қалай? Ерте жастан, кішкентай туылған сәттен 3 жастан бері қарай біз балдарда осындай бір дефектіні немесе жаңағыдай бір кемшіліктің бар екенін білген жағдайда осы ұстанымға тоқталады екенбіз. Ерте көмек беретін мектепке дейінгі жалпы орта кәсіби еңбектік білім беру. Енді екінші, инклюзивті білім берудің вариативтілік ұстанымы. Бұл қандай ұстаным? Инклюзивті білім берудің әртүрлі үлгілерін жасау, ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға білім беруде, тәрбиелеуде, дамытуда және әлеуметтік оңалтуда әртүрлі тәсілдер мен әдістерді қолдану. Үшінші, еріктілік және бостандық ұстанымы. Бұл қандай ұстаным? Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың тілегін, жеке қабілеті мен ерекшелігін есепке ала отырып, ата-анасымен бірге білім беру ұйымының типін және оқытудың формасын таңдау керек екен. Келесі біздің төртінші ұстанымымыз кешенді амалдар мен әлеуметтік серіктестік ұстанымы. Кең көлемде медициналық, әлеуметтік және білім беру қызметін көрсету, ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды жалпы білім беру жүйесіне енгізу, үдерісінде тиімділігін арттыру. Бұл тиімділігін арттыру мақсатында әртүрлі ведомстволардың, әлеуметтік институттардың, қоғамдық және ата-аналар ұйымдарының өзара әрекетіне үйлестіру. Келесі, бесінші, жеке және саралау амалдары ұстанымы. Бұл ұстанымға барлық балалардың, олардың мүддесі мен жеке мүмкіндіктері мен ерекшеліктерін есепке ала отырып, оқыту үшін арнайы білім беру жағдайын кедергісіз және жайлы орта құру бұл балдарға. Алтыншы, түзете дамытушылық және әлеуметтік бейімдеушілік бағыттылық ұстанымы. Бұл ұстанымда бала дамуындағы денсаулық күші мен әлеуметтік мүмкіндіктегі проблемаларды жеңуге ұсынылады екен. Осы ұстанымдардың енді бізде инклюзивті білім берудің жалпы ұстанымдарын әрі қарай ашып, бір 8 ұстанымға тоқталып кетейік. Бұда адам құндылығы, оның қабілеттері мен жетістіктеріне байланысты емес. Әрбір адам сезінуге және ойлануға қабілетті. Әрбір адамның қарым-қатынас жасауға және тыңдалуға құқығы бар. Барлық адамдар бір-біріне мұқтаж. Нақты білім шынайы қарым-қатынасқа негізделген жағдайда ғана жүзеге асырылады. Барлық адамдар қатарластарының достастығы мен қолдауына мұқтаж. Барлық білім алушылардың жетістігінің дамуы оның жасай алмайтын нәрсесін жасауында болуы мүмкін. Және де жан-жақтылық адам өмірінің барлық қырын күшейтеді. Бізде Қазақстан Республикасында инклюзивті білім берудің негізгі бағыттарына тоқталып кетейік.
Бұл бағыттар мыналардан тұрады: мүмкіндіктер шектеулі тұлғаға қоғамның толерантты түрде қарауын қалыптастыру, нормативті құқықтық база құру, мүмкіндіктер шектеулі баланы ерте байқау және оған кешенді түрде көмек көрсету керек. Жалпы білім беру жүйесінде баланы білім беру үдерісіне енгізудің түрлі нұсқаулары және әр оқушыға оның дамуына мүмкін әрі пайдалы нұсқаның таңдалуы мүмкіндігі қарастырылу керек. Біріктірілген балалардың психологиялық, медициналық, педагогикалық көмекке ілінуі керек. Мүмкіндіктер шектеулі тұлғаларды кәсіби еңбекке дайындау керек. Балалардың ерекше қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында жалпы типтегі білім берудің бағдарламалық, әдістемелік және оқу-дидактикалық қамтамасыз етілуі. Кадрлармен қамтамасыз ету бұл балалардың ерекше қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жалпы типтегі білім беру мекемелерін материалдық, техникалық тұрғыдан қамтамасыз ету. Арнайы ғылыми зерттеулерді жүргізу. Ата-аналар мен қоғамдық ұйымдарды инклюзивті білім беруді дамыту үдерісіне қосу болып табылады екен. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының міндеттерінің бірі инклюзивті білім беру. Балаларға ерте жастан түзеу педагогикалық қолдау көрсету үшін түзету және инклюзивтік білім кабинеттері құрылатын болады. 2015 жылға дейін барлық балабақшалардың жалпы саны түзеу және инклюзивті білім беру кабинеттерінің желі 8%-дан 30%-ға дейін ұлғаяды деп айтылған. Енді мектепке дейінгі және жалпы мектеп жасындағы балалардың арнайы түзеу ұйымдарының желісін сақтау және ұлғайту мақсатында Ақмола, Алматы, Батыс Қазақстан, Қызылорда және Солтүстік Қазақстан облыстарында арнайы балабақшалар ашылады. Мектепке дейінгі жалпы мектеп жасындағы балалардың арнайы түзеу ұйымдарының үлесі олардың жалпы санынан 2015 жылы 2%-ды, 2020 жылға дейін 2,5%-ды құрайды деп ұйғарып отыр. Ұйымдарға кедергісіз қол жеткізу үшін жағдай жасау арқылы балабақшалар мен сыныптар үлесі олардың жалпы санынан 2011 жылы 1%-дан 2020 жылы 10%-ға дейін ұлғаяды деп көрсеткен. 2011 жылы 11 ақпанда Қазақстан Республикасының үкіметінің 130-шы қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі Қазақстан Республикасының жалпы іс-шаралар жоспарының бірінші кезеңі 3 кезеңге негізі бөлінген. Соның бірінші кезеңі 2011-2015 жылдарда өтіліп кетті. Енді екінші кезеңдері осы 2015-2017 жылдан басталады, ал үшінші кезеңі 2017-ден 2020-ға дейін өткізіледі деп жоспарланып отыр. Мектепке дейінгі және мектептегі жалпы білім беру ұйымдарында даму мүмкіндігі шектеулі балалар мен жұмыс істейтін мамандарға қатысы бар мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттарын және педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының тізбесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы үкіметінің 2008 жылы 30 қаңтардағы нөмір 77 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу жөнінде ұсыныстар әзірлеу. Мүгедек балалар санатындағы балалардың білім беру ресурстарына қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін оларды қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру қағидалары әзірлеу. Енді тағы да біздің бір Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі бекітілген мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік медициналық педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы Қазақстан Республикасы үкіметінің 2007 жылы 5 ақпанда нөмірі 81 қаулысының 2 тармағын жүзеге асыру шеңберінде даму мүмкіндігі шектеулі балаларға инклюзивті білім беру жөнінде ұсыным дайындады. Бұл ұсынымда үкімет 81 қаулыда инклюзивті білім берудің негізгі мақсаты мүмкіндігі шектеулі балалардың танымдық қабілеті мен мүмкіндіктеріне сәйкес білім алуда құқығын жүзеге асыру, әлеуметтік бейімделуі мен қоғамға кірігуі, бала тәрбиесі мен дамуында отбасының рөлін арттыру,
жалпы білім беретін мектептерде мүмкіндігі шектеулі балаларды толық кіріктіріп оқытуды жүзеге асыратын кіріктірілген сыныптар ашу үшін бір сыныпта оқитын мүмкіндігі шектеулі баланың саны 3-тен аспауы керек. Мүмкіндігі шектеулі балаларды жалпы білім беру үдерісіне қосу үшін жалпы мектептерде ашылатын арнайы сыныптар бала бозылысына байланысты және толықтығы төмендегідей болады. Естімейтін балалар үшін 8-ден артық емес, нашар еститін және кейін естімей қалған балалар үшін 10-нан артық емес, зағип балалар үшін 8 адамнан артық емес, нашар көретін және кейін көрмей қалған балалар үшін 12-ден көп болмауы керек, тілінің ауыр бұзылыстары бар балалар 12-ден көп болмауы керек, тірек қимыл аппараты бұзылған балдар үшін 12-ден көп болмауы керек, эмоционалдық еріктік аясы бұзылғандар, ерте бала аутизмі, бұл 6 адамнан көп емес, психикалық даму тежелісі бар балаларды түзете дамыта оқыту сыныптарында 12 адамнан артық емес. Және де интеллектісі жеңіл бұзылыстары бар балалар 12-ден көп болмауы керек. Инклюзивті білім берудің негізгі жағдайлары. Бала қабылданатын білім мекемелерінің материалдық, техникалық, бағдарламалық, әдістемелік және оқу-дидактикалық тұрғыдан қамтамасыз етілу керек. Арнайы мамандармен қамтамасыз етілу керек. Жалпы мектепте эмоционалдық, жайлы, әрі жағымды атмосфера құрылу керек. Мүмкіндігі шектеулі балалардың бейімделу ортасын дұрыс ұйымдастыруға жағдай жасалуы керек. Жалпы білім беру үдерісіне енетін бала және оның ата-анасын міндетті түрде психологиялық, педагогикалық тұрғыдан алдын ала дайындау, қолдау көрсету арқылы қалыпты дамыған қатарластарымен, педагогтарымен дұрыс қарым-қатынас жасай білуге тәрбиелеу керек. Ортаны, оқушыларды, олардың ата-аналарын, мұғалімдерді мүгедек баланы қабылдауға бейімдеу керек, яғни мүмкіндігі шектеулі тұлғаға қоғамның толерантты көзқарасын қалыптастыру керек. Мүмкіндігі шектеулі баланың жалпы білім беру мекемелерінде бейімделу үдерісін жеңілдетуге бағытталған арнайы бағдарлама, мұғалімдер мен оқушыларға арналған олардың мүгедек балалармен өзара қарым-қатынасын дамытуға бағытталған іс-шаралар жоспары жасалуы керек. Ол мектептің психологтары мен әлеуметтік педагогтары, тәлімгерлері және сынып жетекшілері, ата-аналар комитеті, оқушылар ұйымдары арқылы жүзеге асырылуы тиіс. Енді біздің осы инклюзивті білім беруге байланысты жалпы бүгінгі бірінші дәрісіміз қысқаша осы. Рахмет тыңдағандарыңызға, сау болыңыздар.